Жалпыңызға сәлем, құрметті көрермен, жүргізушілер, таксистер қауымы, армысың, төрт көзі түгел бармысың дегендей. Бүгін мына Яндекске жаңадан тіркелген новичок жігіттер, қыздарға құлақ қағыс болсын деп бір нәрсе айтқым келіп отыр. Оның арасында енді ағаларымыз да бар. Кейбір мына парктер, таксопарктер. Біз енді Яндексте таксопарк арқылы тіркелеміз. Сол кейбір таксопарктер қулық жасайды. Қандай? Қала бойынша минималды пайыз ұсталатын 4% болса, 6%, 6,5% қойып қояды. Және Яндекстің өзінің беретін бонустары бар. Эконом тарифте, жеткізу, курьерлік қызметте. Сол бонустан да ұстайды. Және картаға, теңгеріміңіздегі жиналған ақшаны картаға аударатын кезде одан да комиссия ұстайды. Енді кейбір парктер бар, сол жүргізушілердің мүддесін ескеріп, тек өздері үшін емес, жүргізушілер үшін де қандай бір қызмет жасай аламыз деп жеңілдіктер беретін парктер де бар. Соны таңдай біліңіздер. Аллаға шүкір, Алматы қаласы бойынша таксопарктың саны көп, таңдау көп жетеді. Мен өз басым істеп жүрдім бір паркте. Олар менің бонусымнан да ұстайтын болды. Теңгерімнен шешетін кезде одан да ұстайтын болды. Сосын қандай негіз хабарласып негізін сұраған кезде олар маған жауап бере алмайды, не үшін екен. Солай ұсталады дейді, болды, сонымен қоя салады. Одан кейін мысалы мынандай сөзге сенбеңіздер, таксопарктерді айтады көбіне. Жаңадан тіркелгендерге біз максималды пайызы қоямыз. Ол солай. Сосын біраз уақыт істейтін болса, біз ол пайызын түсіріп береміз. Ондай әңгіме жоқ. Кез келген емес, мысалы кейбір парктер бар, бірден тіркелген кезде 4% қойып береді. 6%, 6,5% уақыт өту керек деген ондай әңгіме жоқ. Соған мұқият болыңыздар. Оның бәрін есептегенде, бір ай есептейтін болсаңыздар, әжептәуір бір сумма шығады ол жерде. Мысалы сол комиссиядан ұстайтын, баланстан ұстайтын комиссия бар. Теңгерімнен ақша шешкендей комиссия бар. Жаңағы парктың өзін ұстайтын комиссиясы бар. Соның бәрін қосқан кезде бір 10-15 мың төңірегінде сіз жоғалтып отырасыз. Соны бақыламасаңыз да. Сол себептен парктер Аллаға шүкір бар. Оған мұқият болайық, жігіттер, қыздар, ағалар. Бәріңізге сәттілік, жолда бұзылмаңыздар.